Енесін мерекеден айырды. Анам қуаныштан шыңғырып жіберетін болады. Ердана, сен тіпті елестете де алмайсың. Ол қазірдің өзінде барлық көршілерге айтып қойды. Бұл оған патшалардай сыйлық дайындап жатыр деп. Сондықтан енді кері шегінуге жол жоқ. Өзің түсінесің ғой, абырой деген бар. Серік кіреберіске тарс етіп кіріп келді де, аяқ киімін кілемшенің дәл ортасына лақтырып тастады. Бұл оның баяғыдан келе жатқан әдеті. Алғашқы 5 жыл бойы Ердананың жүйкесін жұқартқан сол әдет кейін келе оған бәрібір болып кеткен еді. Қолында панчо торты салынған пластик қорап тұр. Торты дүкеннен бері біреу тепкілеп келгендей күйде еді. Қаймақ кремі қақпағына майлы ақ жолақ болып жағылып кеткен. Ердана ас үйде отыр еді. Алдында төленбеген коммуналдық төлемдердің бір бума түбіртегі мен экраны сөніп тұрған телефон жатыр. Ол басын баяу көтеріп, күйеуінің қолында жумай жатып, шкафтан кесе іздеп жатқанын үнсіз бақылады. Қандай сыйлық, Серік? Деді ол сабырлы, тіпті түссіз даусымен. Анаңның мерейтойы сенбіде емес пе? Біз мультиварка мен орамалдар жиынтығын аламыз деп келіскен едік қой. Серік күліп жіберді. Ол дәл үлкен ұтысқа кенелген ойыншыдай көңілді еді, бірақ ол ұтыс өзіне тиесілі емес болатын. Қандай мультиварка тағы? Деп ол қолын сілтеді, аз-ақ тұрғанда қант салғышты құлатып ала жаздап. Сақ ойлайсың. Анам 60-қа толып жатыр. Бұл үлкен дата. Мұнда кең құлаш керек. Қысқасы, тыңда. Бүгін бригадирмен сөйлестім. Петрович деген жақсы адам екен, арзан алады. Біз анама үйдің шатырын түгел металлы черепицамен ауыстырып береміз. Түсі шоколад, өзі қалағандай. Оның үстіне жақсылап қысқы беседка саламыз, кірпіштен мангал аймағы болады. Ердана арқасынан бір суық леп өткенін сезді. Ол бұл дауысты жақсы білетін. Бұл бәрін алдын ала шешіп қойып, енді тек соны хабарлап тұрған адамның дауысы еді. Ол тіпті қошемет күтетіндей. Ал бұл кең құлаштың бағасы қанша? Деді Ердана, тиынына дейін есептелген, деді Серік шәйнекті қосып оған жарқырай қарап. Смета 1.200.000 болды. Бірақ мен келіссөздің шеберімін ғой. 1 миллионға түсірдім. Бірақ бір шартпен, ертең таңертең қолма-қол аванс беру керек. 1 миллион деп қайталады Ердана, бұл сұрақ емес еді. Иә, дәл сенің депозитте жатқан ақшаң ғой. Әжеңнен қалған, бөлмені сатқандағы ақша. Босқа шаң басып жатыр. Инфляция жеп жатыр оларды. Ал бұл іс. Жылжымайтын мүлік, отбасылық активке инвестиция, деді ол. Серік пышақты алып, тортты қорабының ішінде ақ турай бастады. Үстелге үгінділер шашылып кетті. Ердана оның қолдарына қарап отырды. Томпақ саусақтары, тістеліп кеткен тырнақ еттері бар. Кенет оған күйеуінің өз ас үйінде отырғанының өзі жиіркенішті көрініп кетті. Серік, деді ол терең тыныс алып, сен неге менің ақшамды анаңның саяжайына жұмсаймыз деп ойладың? Біз бұл туралы сөйлескенбіз ғой. Бұл ақша қол тигізбейтін қор. Не пәтерді үлкейтуге, не ең қиын жағдайға деп сақталған. Күйеуі аузына торттың бір тілімін салып тұрған күйі тоқтап қалды. Тез шайнап қабағын түйді. Көңілділігі әп-сәтте жоғалды. Ердана, сен тағы бастайын деп тұрсың ба? Қандай қиын жағдай? Ана деген қасиетті адам. Ол бізді әрқашан қолдады. Саған тұздалған қиярды кім береді? Анам жаңа жылда тоқылған шұлықты кім сыйлады? Анам ұят кем болсын. Біз бір отбасы емеспіз бе? Бюджет ортақ. Мен еркекпін, мен шештім. Ердана, жай ғана, сен менің мұрамды өз бетіңше жұмсауға шешім қабылдадың ба? Деп сұрады. Біздің мұра. Некеде бәрі ортақ. Заңды оқы, деді Серік даусын көтере бастап. Жалпы сараңдықты қойшы. Мен уәде беріп қойдым. Сен мені анамның алдында ақмақ қылғың келеме? Ол бригаданы күтіп отыр. Беседкаға орын дайындап қарақатты түбірмен жұлып тастады. Ердана ашы жымиды. Әрине, Нағима қарақатты жұлып тастаған. Серіктің ойынша бұл қарсы келуге болмайтын дәлел. Бірақ сен бір сұраққа жауап бермедің, деді Ердана, сен нақты соманы қайдан білесің?
Мен саған онда дәл 1 миллионнан сәл артық ақша жатқанын ешқашан айтқан емеспін. Серік абдырап қалды. Көзін тайдырып кесені қолына алды. Көрдім. Оның не айырмашылығы бар? Айырмашылығы үлкен. Қайдан көрдің? Не тергеу жүргізіп жатырсың ба? Деп Серік кесені үстелге тарс еткізіп қойды. Шай дастарханға төгіліп кетті. Бірнеше күн бұрын көрдім, деді Серік. Сен душқа кіргенде ноутбукты ашық қалдырып кеткенсің. Мен поштамды тексерейін деп жақындадым, ал банк қосымшасының беті ашық тұр екен. Сосын қарап жібердім. Құқым бар. Күйеу адам әйелдің қаржысын бақылап отыруы керек. Әйелі өзі дұрыс жұмсай алмаса, ақша босқа жатып шірейді. Ердана үндемей телефонын алды да экранды ашты. Саусағы әдеттегідей жасыл қосымшаның белгішесіне сырғып түсті. Білесің бе, Серік, деді ол оған қарамастан, бір мәселе бар. Қандай тағы мәселе? Мәселе ақшаның жоқтығында. Қалай жоқ? Серік аңтаң болып көзін жыпылықтатты. Мен өз көзіммен көрдім ғой. 1,50,000,000 бар еді. Қазір қайда кетті? Ердана телефонды күйеуіне қаратып бұрды. Экрандағы жарқыраған сандар мейірімсіз әрі анық көрініп тұрды. Шоттағы қалдық 12,450 рубль. Серік көзін бақырайтып қалды. Ол телефонды оның қолынан жұлып алып, торттың үстіне түсіріп ала жаздап, экранды қайта-қайта жаңарта бастады. Бір рет, екінші рет, үшінші рет. Сандар өзгермеді. Қайда? Деп ол жіңішке дауыспен шыңғырып жіберді. Қайда кетті? Сен бір жерге аудардың ба? Жасырдың ба? Басқа есеп шотқа жібердің бе, маған бермес үшін? Әй, сен? Деп ол ашудан тұншығып қалды. Беті қып-қызыл болып кетті. Тез қайтар. Не істегеніңді түсінесің бе? Мен анама уәде беріп қойдым. Мен қайтара алмаймын. Ердана сабырмен телефонды қайта алып, экранды майлықпен сүртті. Оның жабысқақ саусағының ізін жиіркене өшіріп тастады. Мен ол ақшаны жұмсап қойдым. Неге? Деп Серік айқайлап жіберді. Даусы сондай қатты шықты, тіпті көрші пәтердегілер де тынышталып қалғандай болды. Бір күнде миллионды неге жұмсауға болады? Не алдың? Тон ба? Алмаз ба? Әлде машина ма? Өзің айдайда алмайсың ғой. Машина, деп басын изеді Ердана, бірақ өзім емес. Серік табуреткаға отыра кетті. Мұз үстіне шығарылған балықтай аузын ашып ауа жұтып отыр. Кімге? Саған не, көңілдесің бар ма? Соған біздің отбасылық ақшаға көлік алып бердің бе? Айқайлама, мен машинаны әкеме сатып алдым. Бір сәтке Серік дұрыс естімегендей болды. Ол басын шайқап жіберді. Кімге? Әкеме, Виктор Ивановичке, сол колхозникке ме? Әкемді олай атауға батпа, деді Ердана, оның даусында сол кеште алғаш рет су қаттылық сезілді. Иә, әкеме. Оның ескі төрттігі мүлде шіріп кеткен. Өткен аптада түбі түсіп кетіп, трассада аударылып кете жаздады. Ал оған жұмыс істеу керек. Ол агроном. Егістікке баруы керек. Аудан орталығына қосалқы бөлшек жем алу үшін қатынайды. Машинасыз ол ауылда қол-аяқсыз адам сияқты. Қыста автобус аптасына 2-ақ рет жүреді. Егер, Құдай сақтасын, жүрегі ұстап қалса, жедел жәрдем 1 сағатта әрең жетеді. Ал сен, деді Серік сыбырлап. Бірақ бұл сыбыр айқайдан да қорқынышты естілді. Сен миллионды, менің миллионымды алып, бір кәрі шалға жаңа шелек сатып әпердің бе? Ол сенің миллионың емес, Серік, менің ақшам. Әжемнен қалған мұра. Және ол шелек емес. Нива сенімді жол талғамайды, жаңа кепілдігі бар. Мен мәмілені 3 күн бұрын рәсімдедім. Ақшаны автосалонға аудардым. Бүгін әкем барып алып кетті. Маған қоңырау шалып, қуаныштан жылап тұрды. Серік орнынан атып тұрып, тар ас үйдің ішінде ары-бері жүре бастады. 4 қадам терезеге. 4 қадам есікке. Сен жындысың. Сен нағыз эгоистсің, ауру адам сияқтысың. Деп айқайлады Серік, менің анамның мерейтойы 60 жас. Ол сол беседканы армандап жүрген. Қонақтарды шақырып қойды, мақтанғысы келді. Ал сен болсаң өз әкеңе машина алып бердің.
Ол өзінің төрттігімен тағы 10 жыл жүре берер еді. Астын дәнекерлеп қоя салса болды ғой. Онда дәнекерлейтін ештеңе қалған жоқ. Тек тот басқан темір ғана, деді Ердана шаршаған үнмен. Және неге сенің анаңның беседка туралы арманы менің әкемнің қауіпсіздігінен маңызды болуы керек? Өйткені ол менің анам. Деп ақырып жіберді Серік, және мен бәрімен келісіп қойдым. Енді қалай көрінемін? Бос сөйлейтін адам болып па? Ол Ерданаға жақындап барып, оның иығынан ұстап алды. Әкеңе қазір телефон соқ. Не үшін? Машинаны кері айдап әкелсін. Салонға қайта тапсырамыз. Ұнамады, ақауы бар деп айтамыз. Комиссияға аздап ақша жоғалтамыз, бірақ негізгі соманы қайтарамыз. Ертең таңертең ақша менде болуы керек. Ердана оның қолын иығынан жай ғана алып тастады. Сен есіңнен адасқансың ба? Әкем қазір үйінде. Бұл жерден 200 шақырым жерде. Ол нөмірін алып үлгерді. Гараждағы барлық таныстарына көрсетіп үлгерді. Сен шынымен мен қазір оған телефон соғып, кешір, әке, сыйлығыңды қайтара сал. Серіктің анасына шашлық пісіретін беседка одан да маңызды екен деп айтайын дейсің бе? Иә, дәл солай. Деді Серік ашудан сілекейін шашып. Өйткені біз отбасы. Ал ол жай ғана туыс. Оның үстіне ол қартайған адам. Оған жаңа машина неге керек? Тағы бір жерге соғып алар. Ердана оған қарап тұрды да, өзіне өзі таңғалды. Неге жүрегі ауырмайды? Қайда реніш, қайда көз жасы, қайда ақталғысы келетін сезім? Ештеңе жоқ. Серік? Не Серік? Мен ештеңені қайтармаймын. Машина сатып алынды. Бітті. Серік қозғалыссыз қатып қалды. Көзі сығырайып кетті. Демек, сен әкеңді күйеуіңнен, отбасыңнан жоғары қоясың ба? Мен сенің бос мақтанышыңнан гөрі ақыл есті жоғары қоямын, деп қысқа жауап берді Ердана. Жақсы, өзіме өзің сұранып тұрсың, деді ол. Серік телефонын жұлып алып, контактілерді асығыс ақтара бастады. Қазір Лехаға хабарласамын. Одан қарыз аламын немесе кредит аламын. Саған әдейі істеймін. Сосын сол кредитті сенің жалақыңнан төлейміз. Түсіндің бе? Мен анама сыйлық алғанша сен макарон жеп отырасың. Ердана үндемей орнынан тұрды. Раковинаға барып, Серік шайын ішпей қалдырған кесені жуа бастады. Ол ыдыс жуып тұрып, осы қорлық спектакльді тыңдап тұрды. Леха ақша бермеді. Витек те, шамасы, бас тартты. Үшінші досы мүлде телефон көтермеді. Серік одан сайын ашулана түсті. Ол банктерге қоңырау шала бастады, жеке мәліметтерін дауыстап айтып отырды. Бірақ банктер не өте жоғары пайыз ұсынды, не оның конвертпен алатын жалақысына байланысты түрлі анықтама талап етті. Жарты сағаттан кейін ол телефонын диванға лақтырып жіберді де, өзі де жанында отыра кетті. Екі қолымен басын ұстап отыр. Бұған сен кінәлісің, деді ол ысылдап. Сен мені ұятқа қалдырдың. Мені құртып жібердің. Ертең анамның көзіне қалай қараймын? Шындықты айт, деді Ердана жай ғана, қолын сүлгімен сүртіп. Анашым, мен саған әйелімнің ақшасына сыйлық алғым келді. Бірақ одан сұрамаппын. Сөйтіп болмай қалды деп айт. Сен, Ердана? Серік оған өшпенділікке толы көзбен қарады. Есепшіл, пайда күнем әйелсің. Мен саған бар жүрегіммен, кетші өзің, әкеңмен бірге. Деп айқайлап жіберді ол. Міне, әңгімемізде бітті, деді Ердана тыныш қана. Ол терезеге жақындады. Сыртта қар жауып тұр еді. Лас аула ақ қармен жабылып бара жатыр. Білесің бе, Серік, мен жаңа ойланып тұрдым. Бұл бірінші рет емес. Есіңде ме, мен премия алған кезде. Сен жұмысқа керек деп өзіңе жаңа ноутбук алдырдың. Ал өзің кешке отырып ойын ойнайсың. Ал мен тісімді емдеткім келгенде қымбат, шыдай тұр дедің. Бірақ анаңның 55 жылдығында біз оған санаторийге жолдама алып бердік. Сен не, бәрін есептеп жүрсің бе? Деп орнынан атып тұрды Серік. Мен жай ғана ұмытпаймын. Және білесің бе, мен сенің анаң арналған әмиян болудан шаршадым. Егер менің анам болмағанда, бізге не болар еді? Деп сөзін бөлді Ердана. Бұл пәтер менікі.
Үйленгенге дейін сатып алынған. Жөндеуді екеуміз бірге жасадық. Азық-түлікті көбіне мен аламын. Ал сен үнемі бірде қармаққа, бірде дөңгелекке ақша жинап жүресің. Сен осында дайын дүниенің бәрін пайдаланып өмір сүріп отырсың. Соған қарамастан менің миллионымды талап етесің. Мені қуып жібермекшісің бе? Деді Серік көзін сығырайтып. Қуып көрейік, 34 жастағы әйелге кім керек деп ойлайсың? Кезекке тұрады деп ойлайсың ба? Мүмкін кезекке тұрмас. Ешкім болмаса да, мен душта жүргенде менің есеп шоттарымды ақтармайтын адам болар, деді Ердана жай ғана. Заттарыңды жина. Серік заттарын ұзақ жинады. Әдейі шу шығарып, шкафтардың есіктерін тарс-тарс жапты. Блендерді алмақ болды. Мен смузи ішкенді жақсы көремін. Бірақ Ердана үнсіз ғана қорабын тартып алды. Сосын жаңа төсек орын жиынтығын алып кетпек болды. Ердана бұл жолы жай ғана күліп жіберді. Серік қысылып қалып, оны еденге лақтырып тастады. Шығып бара жатқанда есік алдында тоқтап қалды. Әлі өкінесің. Өзің келіп жалбарынасың. Кілттерді тумбочкаға қалдыр, деді Ердана. Есік тарс жабылды. Құлыптың сырт еткені естілді. Бір апта өтті. Жұма кеші. Ердана диванда аяқтарын бауырына жиып пледке оранып отырды. Тізесінде ноутбук. Ол қосымша жұмыс іздеп отыр еді. Шынында да ақшасы аз қалған. Жалақыға дейін 2 апта бар, ал өмір сүру керек. Ажырасуда оңай болмайтыны белгілі еді. Серік әр қасық, әр шанышқы үшін жүйкесін жұқартатыны анық. Бірақ қазір ол бәрі тек техникалық ұсақ түйек сияқты көрінді. Үстел үстіндегі телефон дірілдеді. Экранда Нағима апайдың суреті шықты. Бұл осы аптадағы шамасы 10-шы қоңырау еді. Алғашында енесі ұлына моральдық зиян үшін ақша қайтаруды талап етті. Кейін қарғап-сілеп оны ұры деп атады. Енді шамасы саудаласу кезеңі басталған. Ердана дыбысын азайтып қойды. Бірақ қоңырауды өшірмеді. Қоңырау шала берсін. Сәлден кейін нөмірін мүлде бұғаттап тастады. Болды, жетеді. Дәл сол сәтте мессенджерге әкесінен хабарлама келді. Ердана чатты ашты. Суретте жаңа ғана алынған күміс түсті Нива тұр. Үстіне аздап қар қонған. Қасында әкесі. Ескі тон киген. Басына күлкілі ушанка бөрік. Бір құлағы жоғары қарап тұр. Әкесі көліктің капотына сүйеніп тұр, дәл ең жақын досының иығына қолын қойғандай. Мұрты жымиып көтеріліп тұр. Ал күнге сығырайған көздері сондай баладай таза, шынайы бақытпен жарқырап тұр. Ердана мұндай қуанышты әкесінің жүзінен соңғы 10 жылда көрмеген еді. Анасы қайтыс болғаннан бері. Көліктің жүк салғышы ашық тұр. Ішінде қаптар мен күректер көрінеді. Ердана осы аптада алғаш рет шын жүректен жымиды. Ол суретті үлкейтіп әкесінің жүзіндегі әр әжімді мұқият қарап отырды. Иә, қазір оның есеп шотында ақша аз. Иә, қосымша жұмыс істеуге тура келеді. Мүмкін жазғы демалыстан да бас тартар. Иә, алда сот, ұрыс керіс, түрлі қиындықтар күтіп тұр. Бірақ ол қарлы далада өз жерінде нық тұрған әкесіне қарады. Қасында боранда да алдамайтын жаңа машина тұр. Сол сәтте Ердана бір нәрсені анық түсінді. Бұл оның өміріндегі ең тиімді инвестиция еді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, жаңа оқиғаларды өткізіп алмау үшін. Осындай қызықты әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліңіздер.